Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендер мен әдеттегідей мен Нұрсұлтан. достар, сендер Нұрқазақ арнасындасыңдар. Короче достар, бүгін біз GTA 5 ойын ойнауды әрі қарай жалғастырып жатырмыз. Нақтырақ айтатын болсақ, зомби апокалипсис модын ойнауды әрі қарай жалғастырып жатырмыз достар. Короче деген алдыңғы бөлімде біз деген зомбилардан қашқан болатынбыз. В общем, зомби апокалипсис басталып кетіп, қаланың бәрін қырып жойып, в общем, күл талқанын шығарып жатыр екен. Мына деген зомбилар достар, қараңдар, мен алдыңғы бөлімде мына зомбиларға няха деген осындай бір түрме сияқты бір нәрсе істеп қойып, осы жерге зомбиларды қамап қойған болатынмын достар. Сонымен қоса мына жерде де осындай жаңадан түрме қойып қойдым енді деген достар. Осына осы жерге короче зомбиларды қамап қойып жатыр мен деген. Зомбилар тыныштаңдар, ё-моё деген сендер бар ғой, что-то қатты шулап кеттіңдер деген. Короче достар, енді біз бүгінгі бөлімде осы зомбилардан қорғанатын өзімізге көлік алатын боламыз достар. Сонымен қоса мынандай решеткалар қойып деген біраз нәрсе істеген болатынбыз алдыңғы бөлімде. Кім көрмеді, давайте қазір оң жақтан шығатын болатын. Мінекей мына жерден шықты достар. Франклин зомбилардан қашты деп сол видеоны басып көріп кетсеңдер болады әрине достар. Жарайды, олай болса, короче, ұзақ сөйлемейміз достар. Бүгінгі бөлімде, бүгінгі бөлімнің миссиясы біз осы зомбиларға қарсы тұратын өзіміздің мықты зомбиларға арналған тюнинговный көліктерімізді алып келетін боламыз достар. Қараңдар достар, қазір біз ол көліктерді мынау аэропорттағы ангардың ішінен алып келетін боламыз. Ал мен болсам, мен мына жақта тұрмын достар. Қараңдар, қандай алыс жер. Короче, енді сол жаққа біз бүгін мына тұрған мотоциклмен баратын боламыз. Короче, құрметті достар, короче айтқан кезде бар ғой. Так, жарайды, олай болса, менің үйімдегі зомбилар осы жерде тұра берсін достар. Мен қазір енді сол жаққа қарай барып қайтатын боламын достар қазір. Ал достар, біз деген үйімізді тастап кеттік аэропортқа деген. Ол жақ деген өте алыс достар. Қараңдар, жолда мынандай зомбилар кездеседі. Так что біз деген мотоцикліміздің бензині бітпей жатып, біз деген сразу сол жаққа баруымыз керек. Қолымда мынандай пистолет бар, осында пистолет алып алдым енді достар. Патрон бар шамалы кішкене деген. Қазір енді осы аэропортқа осы мотоциклмен баратын боламыз достар. Ол жақ деген өте алыс, түн болып кетуі мүмкін, қараңғы болып кетуі мүмкін. Сол жақта достар өте үлкен военный көліктер бар, яғни осы жол талғамайтын көліктер, мынандай зомбилар смело мышып кете беретін көліктер бар. Сондықтан біз сондай көліктерді бүгінгі бөлімде алып келетін боламыз. Әйтпесе деген менде осы ғана мотоцикл бар екен достар. Нақта деген ешқандай көлік жарамайды жолда деген бар емес пе? Қараңдар, бұзылып жатыр бәрі деген. Давайте достар, сендер құр қарап отырмастан астындағы подписаться деген кнопканы басып, арнаға тіркеліп, бізді 20 000 оқырман санына дейін жеткізіп тастайық достар. Менде қазір 16 000 оқырман саны болды достар. Егер тіркелген болсаңдар, өте көп рахмет сендерге. Давайте, егер сендер әлі тіркелмей қарап отқан болсаңдар, жаңадан келген оқырмандар, давайте тіркеліңдер. Жай ғана кнопканы басу достар мен үшін өте үлкен бір жетістік десем де болады. Сондықтан давайте кнопканы басыңдар, подписаться деген. Ал біз болсақ ойнауды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Мәссаған, мына деген алдымнан резко машина шығып қалды ғой менің деген. Опа достар, қараңдар. Мен негізі осы қаланың сырт жағымен айналып барайын деп жатырмын достар. Себебі деген қаланың сырт жағында осындай ауылды жерлерде адам, яғни зомбилар өте аз болады. Ал егер біз қазір қаланың ішімен жүретін болсақ, зомбилар деген өте көп достар. Бізге мешайт жасауы мүмкін, бізді жеп тастауы мүмкін. Сондықтан деген біз осы қаланың сыртымен аэропортқа қарай баратын боламыз. Әні міне дегенше біз деген аэропортқа да жақындап қалдық достар. Қараңдар, мына жақта аэропортта деген уже тез жүгіретін зомбилар пайда бола бастаған ба? Қараңдар, өте қатты жүгіреді. Бұл деген бізді мотоциклден құлатып жіберіп, бізді ойбай мына жақта екеуі пайда болып қалды достар. Бізді лақтырып жіберіп жеп қоюы мүмкін. Так что достар, біз деген өзіміздің түптеген жерімізге тез баруымыз қажет достар. Қараңдар, что-то ауа райы деген бұзылып кетті, туман болып кетті ме, бір нәрсе болып кетті короче достар. Жарайды, қазір біз деген аэропортқа жақындап қалдық. Енді осы бір жерлерде мынандай выход бар еді достар. Осы жермен опа деп тұрып секіреміз. Абайла Франклин деген. Қасқа. Ал керек болса деген быт-чыт болды деген Франклин. Ал керек болса достар, менің мотоциклім деген түтеп жатыр, что-то бұзылып қалған сияқты. Бұл енді 100% жүрмейтін сияқты екен. Отырып көрейік не болса да деген достар. Так, что-то басымызға шлемімізді киеміз де, жүріп көрейік достар. Мәссаған, мынау деген жүрмейді достар. Біттім мен деген. Мотоциклімнен айырылдым. Қараңдар, мына түтеп жатыр, что-то бір нәрсе бұзылып қалды маған достар. Бір нәрсесін мен бұзып алған сияқтымын. Олай болса кеттік, ал жаяу баратын боламыз достар. Енді жаяу деген аэропортта жүру деген өте қорқынышты. Мына зомбилар өте көп. Так что біз деген абайлап жүруіміз керек. Қолымда мачетам бар, одан кейін бір пистолетім бар достар. Так достар, қараңдар, мына жақта деген өте көп зомбилар жүр. Короче, енді мен бұлармен қалай шайқасамды да білмеймін короче достар. Менде пистолет бар, бірақ деген патроны өте аз. Мыналар деген мачетамен бір-екі рет ұрсам деген бұлар өле қоймайды да. Осындайлар жаман да бұл зомбилардың ше. Қазір мен бұлармен төбелесем дегенше кеште батып кететін сияқты. Так что маған деген көліктерді табу қажет сияқты достар. Тоқтаңдар, мына жақта деген мен бір өте үлкен бір ангар көріп тұрмын. Қараңдар, не деген ангар. Короче, енді осының ішінде көліктер бар сияқты. Мына қараңдар достар, мен что-то бір ангардың ішіне қарай кіріп бара жатырмын қазір деген. Мәссаған, ё-моё, что за қап-қараңғы көліктер.
жігіттер мынау деген достар, мәссаған, мынау деген неге қараңғы болып тұр достар, түсінбедім, әлде көлеңкеге осындай болып тұр ма екен достар. Мынау деген ё-моё, танкілер ма, бір нәрселер бар сияқты ғой достар мына жерде деген, Тек қараңдар достар, мына жақта деген өте көп оружейный көліктер бар екен, военный көліктер бар екен. Енді осы зомбиларға қарсы төбелесетін мына жақта деген өте көп зомбилар достар. Мына жақта тағы біреулер келе жатыр достар. Қазір мен деген осылардың бәрін өлтіріп тастай салайын достар, әйтпесе маған деген кедергі жасайтын сияқты. Мынау деген бар емес пе? Бері келіңдер, мәссаған. Юкалам, ана зомбилар деген, сендер деген адам болмайсыңдар ғой, сендер деген все болды, өлдіңдер ма? Мына жақта екеу келе жатыр ма? Ойбай, мына жақта деген чоза қанша болды достар? Мына жақта деген өте көп зомби бар екен ғой. Все болды достар, бәрін қырып тастаған сияқтымын. Пайда ешқандай зомби жоқ. Енді маған деген смело мына көліктерді көре берсем болады. Так. Ал достар, керек болса мынаны қараңдаршы, мәссаған, мен деген өзіме қасыма достар тауып алдым деген достар. Қараңдар, мына жақта деген зомбилар келіп еді, спецназдар деген осыларды ұрып тастап жатыр. Қараңдар, мына жақта деген бір доктор бар екен, қараңдар, спецназдар, полицейский, шерифтер бар екен достар. Ё-моё деген. Так, мына зомбиді өлтіре алмайсыңдар ма жігіттер? Тоқтаңдар, өзім бір удармен талдырып тастаймын. Менің қолымда мачете бар достар. Короче, енді достар, осы полицейскийлер мен өзімнің үйіме алып кететін болып шештім. Енді қараңдар, бұлар деген осы жерде тығылып отыр екен, аңғардың ішінде біреу келіп қала ма деп. Енді короче достар, қараңдар, біздің бағанағы алуға келген көліктеріміз осы мына жерде тұр достар. Қараңдар, не деген осындай бір көліктер бар, қараңдар, военный бар, мына жақта деген бір осындай бір түрлі көліктер бар. Мына жақта деген өте үлкен ұшақ бар екен, осыны алып кетемін ау деймін мен деген достар. Қараңдар, мына жақта деген танкілер бар екен, анау мынау заттар бар. Негізі бұның бәрі, мынаның ішінде біреу отыр ма? Деген что-то басындағысы бұралып отыр ғой достар, ататына. Короче, енді осының бәрін алып кететін боламыз. Короче деген ойланып отырмық достар, біз қазір достарымызбен деген, бұл достарым деген сөйлемейді достар, өкінішке орай, тек қана мен сөйлеймін. Так что деген бұлардың орнына да мен сөйлеп қоятын боламын, короче достар. Так, жарайды, олай болса біз мына жерден бір 3 көлікті алып кетейік достар, нормальный үшеуін алып кетейік. Бізге не керек достар, бізге не керек? Так, ойланайық. Мына зомби деген әлі өлген жоқ па? Ёптыгдік деген, мәссаған, все болды, өлген шығарсың бауырым деген. Все болды жігіттер, алысқа кетіп қалмаңдар. Біз деген өте қауіпсіз жерге баратын боламыз. Бұл деген менің үйім. Короче, мына жақта деген оружие, анау заттар бар деп естідім. Осындай военный көліктер бар деп. Короче, енді осыны алып кетуге келіп тұрмын. Сендер менімен бірге баратын боласыңдар. Короче, сендердің қолдарыңа да бір нәрсе беріп қою керек еді достар, мачетаны беріп қояйын достар. Так, бері кел сен. Так, мынаның қолына да бір нәрсе беріп қояйық. Автомат беріп қояйық достар. Давайте, мынаның қолына мынандай автомат берейік. Кел, саған бір бауырым мынандай автомат беріп қоя салайын. Все, нормально. Так, қайсында автомат жоқ? Бер, кел, саған автомат берейін мен деген. Мә, саған автомат. Кел, саған докторға не беріп қоямыз достар. Ойбай, не болып кетті? Ақ қойдым автоматын. Так, тоқта. Мә, саған автомат. Так, достар, мынаған автомат беріп қоямыз. Мә, саған сенде автомат ала салып, все, болды ма? Бәрінде автомат бар ма жігіттер? Шериф, сенде жоқ па автомат? Мә, саған автомат, короче, айтқан кезде. Так, мынақта бір шерифте жоқ екен, келе ғой, шериф деген саған. Мә, бір автомат, короче. Все, достар, қараңдар, мыналардың қолдарын бәріне автомат беріп шықтым. Базары нет. Енді бұлар қазір зомбилар келсе ататын болады. Давай бірінші тексеріп көрейік, зомбилардан мен қорғаймын екен бұлар деген. Давайте жүріңдер, зомбиларды іздейік. Барып деген что-то мынақта деген ешқандай зомбилар көріп тұрған жоқпын достар. Мінекей менің достарым келе жатыр. Базар жоқ, жүрістерінің өзі әдемі деген. Так, олай болса көп сөйлемей біреуіне міне салу керек едік достар. Ё-моё деген, қайсына мінеміз деген, Достар, ойлана келе мен мына көлікті алсам ба деп отырмын. Себебі деген мынақа деген өте көп адамдарды отырғызуға болады екен да, артына деген достар. Қараңдар, мына адамдардың бәрі смело сиіп кететін болды. Содан кейін ана жақта бір адам деген бір танканы айдайтын болды, короче, айтқан кезде достар. Көрдіңдер ғой достар, мынаның ішінде деген өте көп адамдар бар. Что-то мына брат не үшін отырмай қалды, соны түсінбей тұрмын деген. Давай отырсайшы деген, симай қалдым әлде бұл деген достар. Ал достар, короче, біз деген жолға шықтық. Қараңдар, артқа адамдар тиеп алдым. Мына жақта бір көлік бар. Ана жақта бір адам деген, короче, анау танкіге отырайын деп жатыр, короче, достар. Ал ане достар, қараңдар, отырды анау деген. Давайте, олай болса кеттік, біз деген жолға шығатын боламыз достар. Короче деген кеттік. Ал осылай 3 көлік болып қазір өзіміздің үйімізге қарай баратын боламыз достар. Кеттік ал деген. Ана жақта аналар келе жатыр достар. Все, болды. Қазір енді үшеуміз деген, короче, осылайнан үй жаққа қарай баратын боламыз достар. Так что деген осы адамдарды үйге апарып, короче, охранниктер істеп қойып, есік алдына күзет істеп қоятын боламын. Мен мынаны деген баллондар жарылып қалды ма деген. Айбай, мынау деген, брат, сен не істедің? Жүрмей жатып деген баллондарын жарып тастадың ба? Айбай, достар, так оны жөндеп беру керек сияқты ғой достар мынаған деген. Все, болды достар, короче, мынаның көлігін жөндеп қойдым. Қараңдар, баллондарын бәрін ремонт істеп тастадым. Болды, жігіттер кеттік, енді менің деген көлігімге отырыңдар. Біздер деген уақыт жоқ, короче, барамыз дегенше түн болып кететін сияқты. Жолдың бәрі деген зомби. Так что деген біз деген тез үйімізге баруымыз керек. Короче, ұзын сөздің қысқасы. Аналар деген асықпайды ғой. Давай, брат.
Достар қараңдар, біз деген военный көлікпен кетіп бара жатырмыз. Енді жайлап деген артымыздан деген зомбилар қуалап келе жатыр. Достар қараңдар, енді біз деген тез үйге қарай баруымыз керек деген айтқан кезде бар емес па? Мына зомбилар агрессивный болып кеткен. Достар қараңдар, каламана деген жолда деген өте көп зомбилар бар. Не істеп жатқандарын білмеймін. Әйтеуір жүр достар қараңдар, зомбилар деген. Так, біз кетіп бара жатырмыз достар. Екеу болып келеміз, артта біреу келе жатыр. Давайте кеттік, ал енді басатын боламыз үйге қарай. Мінекей достар, біздер деген осындай военный көліктерімізді алып келе жатырмыз. Үйге деген келіп те қалдық. Қараңдар, мына жақта деген зомбилар өте көп көбейіп кеткен ғой. Осы зомбилардың бірінші бәрін қырып тастайық достар, содан кейін барып көліктерді алып кіріп қоятын боламыз үйге деген. Так, давайте атсыңдар жігіттер, военный атсаңдаршы, военныйларға мен что-то автомат беріп қойған сияқты едім достар. Бұлар деген атыспай жатыр деген. Тоқтаңдар, атыңдар жігіттер деген. Так, мінекей достар, спецназдар енді атып жатыр. Автоматтарын патрондары өтіп қалған ба, бір нәрсе болған екен. Так, давайте мынаның бәрін астынан дровашпен деген атамыз достар. Все, мінекей достар қараңдар, спецназдар маған көмектесіп жатыр. Мені зомбилардан тірі қалуға маған көмектесіп жатыр достар. Қараңдар, мә деген дровашпен деген бір атсаң өледі екен достар. Мыналар деген мә саған деген мә соған. Мінекей жігіттер, красавчик болды жігіттер. Нақта деген зомбилар бітіп қалған сияқты. Енді деген мына көліктерді өзіміздің базамызға қарай кіргізіп қояйық достар. Мына бір жерлерге кіріңдер жігіттер деген. Опа достар, нақта деген зомбилар что-то көбейіп кетті қайтадан деген. Мә саған деген. Агрессивный зомбиларды қараңдар достар. Ебать деген. Мә саған деген біреу кіріп кеткен ба? Мә саған онда. Так, достар, мынаны қараңдар, мен деген спецназтарды өздерінің орындарына қойып шықтым деген. Әр жақта деген осылай жоғарыда спецназтар тұратын болады. И мыналар менің қасымда мені қорғап жүретін спецназтар. Айтқан кезде мына жақта біреу водитель бар. Если что, бір нәрсе болса, сразу осы деген адамдарды құтқарады да достар. Айтқан кезде мына жақта деген фуран кіргізіп қойдық деген әйтеуір. Енді мына жақта деген зомбилар келе жатыр достар біздерге деген. Так, мә саған бер келіңдер деп атып өлтіріп тастай салу керек сияқты зомбилар деген. Мә саған, все болды жігіттер. Енді деген достар, осындай видео болды бүгінгі бөлімде деген. Келесі бөлімде достар біз деген мына базаны үлкейтетін сияқтымыз. Шота деген достар бар ғой. Әйтпесе деген бізге мынау база кішкентайлық қылып жатыр. Мына деген бір адам деген біздің адамымыз қалып қалыпты ғой достар мына жерде. Түсен бұйырмасын, не істеп тұр екен достар бұл деген. Бауырым, сен бізбен жүрмейсің ба деген. Бізбен жүрмейсің ба сен деген. Достар, что-то мынау деген сатқын болып кеткен сияқты, зомби ма бір нәрсе болып кеткен сияқты мынау деген. Давай бізбен бірге жүре, родной, сен деген что-то бөлінбесе, бөлінгенде қасқыр жейді дей ма, бөлінгенде бөрі жейді, жүр кеттік олай болса деген. Достар, все болды, осымен біздің видеомыз аяқталды. Қараңдар, жоғарыда деген неше түрлі спецназдар тұр. Мына деген зомбиларды атып өлтіреді. Міне достар, біздің мына бір бауырымыз келе жатыр. Осындай танкімен что-то жолда бұзылып қалған сияқты ма, бір нәрсе достар. Мына қараңдар, осындай бізде танкілер алып келе жатыр. Біздің балдар деген тағы да алып келетін болады. Мына деген спецназдар жүр ғой. Деген. Болды, все болды, осы жерге қойып қоя сал деген. Все болды, түсе бер деген. Так, достар, болды. Енді осымен біздің видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.